Ерте қартаю себептері. Ең алдымен иықты тік ұстамау. Иықты тік ұстап, кеуде мен иекті көтеріңкіреп жүру бет бұлшық еттерінің салбырап, ойынға ерте әжім түсуінің алдын алатын қарапайым ереже. Екіншісі судың жетіспеуі. Шай, кофе, газдалған сусындардың ешқайсысы да ағзадағы сұйықтықты тепе-теңдікте ұстап тұру процесіне қатыспайды. Сондықтан да күнделікті таңертең аш қарынға 2 стакан су ішіп тұруды әдетке айналдырыңыз. Тамақ алдында су ішу өте пайдалы. Үшіншісі аз ұйықтау салдары. Дұрыс ұйықтамау, ұйқының қанбауы, сонымен қатар түнгі уақытта ұйықтамау, көңіл күйімізге ғана емес, денсаулығымызға да мол әсерін тигізеді. Түнде коллаген белсенді түрде түзіледі, ал коллагеннің жетіспеушілігі терінің 2 есе тез қартаюына себепкер болады. Төртіншісі қабақтың түйілуі. Үнемі әлденеге көңіл толмай жүруі адамның бетінен ақ білініп тұрады. Қабақтың түйілуі, көңіл күйдің болмауы, реніш пен өкпе бет бұлшық еттерін тырыстырып, бет терісіне әжім түсіріп қана қоймай, кәрілік сызықтарының барынша ұлғая түсуіне себепкер болады. Бесіншісі ұзақ уақыт тапжылмай отыру. Жұмыста күн ұзақ компьютер алдында, ал кешке үйге келгенде теледидар алдында тапжылмай отыру адамды тезірек қартайтып, көптеген ауруларға әкеп соқтырады. Сондықтан көбірек қозғалуға, кеңседе ауық-ауық дене жаттығуларын жасап тұруға әдеттеніңіз. Алтыншысы беттегі макияжды жумай ұйықтау. Жуылмаған тональды крем терідегі ұзақ тесіктерді бітеп, түрлі қабынуларға себепкер болады. Ал көз бояулары қабақтың, көздің айналасындағы жұқа терінің ерте қартайып, құрғап, әжімденіп кетуіне қолайлы жағдай туғызады. Туш кірпікті сынғыш етеді. Жетіншісі тұз бен қантқа құмарлық. Қант дегенде ол сіздің шайға қосқан 2 шақпағыңыз ғана емес, күнделікті тұтынатын ас мәзіріңіздің барлығында дерлік белгілі мөлшерде қант бар. Дәл сол сияқты тұз да тағамдардың бәрінде кездеседі. Сегізіншісі артық тамақтану. Тамақты әкем үшін 1 қасық, анам үшін 1 қасық деп жеу балалық шақта қалғанымен ол әдет бойымызда әлі бардай көрінеді. Өзіміз тойсақ та көзіміз қимай, байқаусызда артық жеп қоямыз. Мұндай жаман әдеттен арылу керек. Артық тағамды қорыту үшін ағзаға мол күш түседі. Бұл да өз кезегінде қартаюға 1 қадам жақындата түспек.